Сәлем достар, сіздермен Айгерім. Бүгін біз сіздермен өте ерекше, оңай әрі дәмді болып шығатын саңырауқұлақтан пирог дайындайтын боламыз. Видеомды соңына дейін қарап, міндетті түрде жасап көріңіздер. Мені қолдап, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Әр күн сайын жаңа рецепт. Ең алдымен салмасын дайындаймыз. Ол үшін саңырауқұлақты төрт бұрыштап, орташалап турап шығамыз. Мендегі синий ножка саңырауқұлағы алдын ала қайнатып алдым. Енді табамыздың астын жағып, аз мөлшерде май құямыз. Май қызған кезде саңырауқұлақты салып, жақсылап қуырамыз. Саңырауқұлақты қызарғанша қуыру қажет, шамамен жарты сағаттай уақыт кетеді. Саңырауқұлақ қуырылғанша пиязды тураймыз. Пиязды да саңырауқұлақ тәрізді төрт бұрыштап турап шығамыз. Мінекей дайын. Енді осыны саңырауқұлақтың үстіне саламыз. Жарты шай қасық тұз саламыз. Қалауларыңыз бойынша қара бұрыш, мен осылай көз мөлшерімен қосамын. Енді жақсылап араластырып, пиязымыз жұмсарғанша қуырамыз. Шамамен 15 минуттай уақыт кетеді. Мінекей, пиязымыз жұмсарды. Тағы бір араластырып, газымызды өшіреміз. Ыдыстың үстіне сүзгішті қойып, артық майды сүзіп тастаймыз. Осылай силиконды күрекшемен үстінен бассақ, тағы да артық майлары шығады. Осылай майдан сорғытып, бөлек таза ыдысқа саламыз. 5-10 минуттай суытып аламыз. Ал енді қамырын дайындаймыз. Ол үшін таза ыдысқа бір жұмыртқаны жарып саламыз. Үстіне сары майды саламыз. Сары май жұмсақ болуы тиіс. Жылы су құямыз. Жарты шай қасық тұз саламыз. Шанышқының көмегімен майды езіп, жақсылап араластырамыз. Ең артынан ұнды салып, қамыр елейміз. Алдымен шанышқымен кішкене араластырып барып, қолмен елейтін боламыз. Мінекей қамырымыз дайын, жұп-жұмсақ болып шықты. Қазір осыны бірден жаямыз. Осындай кішкентай оқтаудың көмегімен жұқалап жайып шығамыз. Мінекей жұқа болды, қамыр дайын. Енді осыны кольцоға саламыз. Мен осындай диаметр 24 см кольцоға пісіремін. Астына пергамент қағазын төсеңіздер. Ішіне салып, тегістеп жаймалаймыз. Шет-шетіне бортеке жасаймыз. Мінекей дайын. Саңырауқұлақ суыды. Қазір осының үстіне көк пиязды турап саламыз. Ең артынан үстіне ірімшікті үккіштен өткіземіз. Силиконды күрекшемен біркелкі болғанша араластырамыз. Сонымен қатар қызыл болгар бұрышын қосып жіберсеңіздер де болады. Салмамыз дайын, ортасына салып жаймалаймыз. Мінекей дайын. Енді осыны қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минут пісіреміз. Пирогымыз пісті, 5-10 минуттай суытып, сосын шығарамыз. Мінекей достар, сіздерге көрсету үшін кесіп дайындап қойдым. Көріп тұрғандарыңыздай қамыры жұп-жұқа, әрі өте дәмді. Сіздерге ұнайтынына 100% сенімдімін. Рецебім ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ас болсын.